Сара Джессика Паркер йоганы, биді, каратені киім тоқуға алмастырғалы қашан. Тіпті өзінің тоқыған киімдерін көп алдына киіп шыққанды ұнататын көрінеді. Жасы келгендіктен бе актрисаға дәл осы хобби ләззат сыйлайдымыз. Танымал режиссер Дэвид Линч тек қорқынышты фильмдерді түсірумен әуестеніп қана қоймай, сонымен қатар өлген жәндіктер мен шыбындарды жинайды екен. Көпшіліктің ойынша бұл өте біртүрлі хобби. Николь Кидман биіктіктен парашют арқылы секірумен әуестенеді. Ол ғана емес, ескі еврейлердің тиындарын жинайтынымен қоймай, оны өзімен алып жүргенді жақсы көреді екен. Тіпті түсірілім алаңындағы үзілісте жинаған тиындарына қарап отырады екен. Элтон Джон көзәйнектерді жинағанды жақсы көреді. Жай ғана көзәйнектер емес, біртүрлі көзәйнектер. Бұл хоббині әнші аямай ақша жұмсайтында көрінеді, және олармен жиі сахнаға да шығады. Анджелина Джолидің хоббиі нәзік келген келбетіне мүлдем келіспейді. Танымал актриса пышақ жинағанды жақсы көреді. Суық қаруды жинағанына 15 жыл болып қалған. Бұл әуестігімен енді үлкен ұлы Медекста айналысып жүрген көрінеді.